Асыранды бала. Өмір, өмір, өмір. Сырға толы қызық әлем. Жүрекке бірден қуаныш сыйлап, шаттандырса бірде еріксіз мұңға бөлейді. Өмір ғажап, өмір тәтті. Өмір сұлулық пен үйлесімділікті талап етеді. Адам мен адамгершілікті қалайды. Бірақ біз осы жалған дүниенің қадірін білеміз бе? Қайталанып келмейтін Алланың берген сыйын адамгершілік, имандылықпен неге өткізбеске? Ғажайып өмірді адамдардың неге жақсы көрмейтініне таң қаламын. Айналадағы адамдарға қарасақ, бәрінің өз өмірі, өз тірлігі бар. Біреуі қиналады, біреуі қуанады, біреуі дүниеге келіп жатса, енді біреуі қабірде жатады. Кейбір адамдар осының бәрін біле тұра, Алланың сынағына шыдамай, мен шаршадым, өмір сүргім келмейді дейді. Қандай жағдай болмасын, ақыл-ойымызбен, сабырлылығымызбен жеңе білуіміз керек. Адам өмірі жеңіс пен жеңілістен, сәтсіздік пен қайғы мен қуаныштан тұрады. Міне, өмірдің өзі біле білсек, сонысымен қымбат. Айым деймін деген сіңілімнің даусынан селк ете қалдым да, жалт қарасам қуаныштан жүздері бал-бұл жайнап, Марал жеңше босаныпты. Марал жеңше босаныпты деймін саған, не болған? Деп ой үстінде жатқан маған мәз болып қарады. Арман қарай жүгіре жөнелді. Бұл жаңалықты естіген менің көздерімнен жас тоқтамай аға берді. Білесіз бе, бұл жаңалықты қанша жыл күткенімізді? Егер сізге қызық болса, әңгімемді басынан бастайын. Біз 5 ағайындымыз. Ең үлкені ағам Ержан, екіншісі ағам Сержан, әпкем Жанар және сіңілім Жанайым. Әке-шешеміз еңбекке жақын, нәпақасын адал еңбекпен тапқан қарапайым шаруа адамдар. Ата-анамыздың екеуі кішкентайымыздан егін егіп, мал ұстап, еңбектен несібемізді тауып отыруға шақыратын. Отбасымыз үлкен болғанымен, ауызбіршілігіміз берік болды. Ата-анамыз әрдайым адал жолдан таймай, кісі ақысын жемей, кісі баласына қиянат көрсетпеуге үнемдеп отыратын. Уақыт зырғып өте берді. Бір күні қалада жұмыс жасап жүрген Ержан ағам үйленбекші болып, келіншек әкелді. Мен ол уақытта мектепте оқитынмын. Ағамның талғамына іліккен жеңгеміз өте еңбекқор, тындырымды, бесаспап жан болды. Таңның атысы ерте тұрып, кеш бата бірақ дамыл табатын. Осылайша жас келін ата-анамыздың да, біздің де, тіпті көрші қолаң мен ағайын туыстың да көңілінен шыға білді. Ауылда бізбен бірге бір ай тұрғанымен, кейіннен екеуі ата-анамыздың рұқсатымен қалаға жұмыс жасауға кетті. Сұлу, әрі пысық жеңгемізге үйреніп қалған біздерге олардың келіп қалғаны қиын тиді. Жеңгеміз ауылға жиі-жиі келіп тұратын. Әр келгенде құр қол келмей, әке-шешемізден бастап бауырларымыздың бәріне сыйлық әкелетін. Қаладан келе сала үй тірлігіне кірісіп, дәмді тағамдар да пісіріп бәріне үлгеретін. Ата-анам келген келініне ақ батасын беріп риза болып отыратын. Арада жылдар өтіп, мен де қалаға оқуға түсуге бардым. Мектепте үздік оқығанымның арқасында қалаған оқуыма қиналмай грант жеңіп алдым. Бұған менен бұрын ағам мен жеңгем қатты қуанып, мені магазинге апарып, басымнан бастап аяғымна дейін киіндіріп, қаланы аралатып қыдыртты. Үйленгендеріне біраз жылдың жүзі болса да, жеңгемнің құрсағына бала бітпеген еді. 2 бөлмелі үйде екеуі ғана жылдар бойы өмір сүріп, жалыққан болулар керек. Мен барып қосылғанымда қуаныштарында шек болған жоқ. Үлкен қыздары секілді бар қалауымды орындап, студенттік жоқшылықты сездірмеді. Бірақ баланың аты бала ғой. Дәрігер мен бақсы балгерлерді әбден аралап табандары тозған соң, өздері тіпті үміттерін үзе бастаған еді. Бар армандары балалы болу болғандықтан, олар үшін дүниенің ешқандай қызығы қалмай бара жатқандай.
бір-бірін шексіз сүйетін ағам мен жеңгемнің сезімдері бір перзенттің жоқтығынан көз алдымда суынып бара жатты. Екеуінде өмір сүруге деген құлшыныс жоқ еді. Ұйқыдан тұрады, ас ішеді, жұмысқа барады, келеді. Бір жарқырап, әзілдесіп отыратын сәтін мүлде көрмейтін болдым. Үміттерін үзген олар бір күні ешқандай ұрыс-керіссіз ажырасу жайлы өзара шешім қабылдапты. Бірақ екеуі бірін-бірін қимай қалыпты, тіршілік кешіп жаттық. Олар түгілі бізді олардың ажырасатындарына көңіліміз күйіміз түсіп жүрген еді. Ағам мен жеңешемнің мәселесі отбасымыз үшін шешілмес қиындыққа айналды. Әрқайсымыз іштей уайымдап қиналдық. Кісі баласына титтейді зияны жоқ, аузын ашса жүрегі көрінетін осы бір-екі жанның мәселесі жүрегіме қатты бататын. Мен кейде сабақтан соң үйдің тірлігінен соң бір уақыт үй жақтағы саябақта ойланып отыратын едім. Өткен-кеткенге қарап, алладан сұрап, кейде өзімнен өзім жылап, әрі-сәрі үйде отырушы едім. Бір күні саябақтан қалың ойдың жетегімен саябаққа кірдім. Саябақта әдеттегідей адам көп еді. Ағам мен жеңгем үшін қамығып, енді не болар екен деген ауыр оймен адам аяқ аз жүретін жеріне барып жайғастым. Қанша отырғанымды білмеймін, әйтеуір күн ұясына батып дала қарайып қапты. Адамдар да азайған. Орнымнан тұруға оқталып жатыр ем, менен кейінгі орындыққа қолында ауыр сөмкесі бар, жүзі жабырағаңқы, түрі шаршаңқы, аяғы ауыр келіншек жайғасты. Түрі сондай шаршаңқы көрінеді. Әлдекімге ренжулі екенінен айтпай-ақ түсінуге болады. Орындыққа отыра сала ағыл-тегіл жылады. Мен кетіп қаларымды, я қасына барарымды білмей отырып қалдым. Келіншек ұзақ жылады. Аяғы ауыр жанның жылағанын көріп жүрегім ауырып кетті. Не болса да көрейін деп жанына бардым. Қолымдағы сусынды беріп, жанына жайғастым. Бетіне орамал беріп, жұбатып едім. Бірақ ол өте ұзақ жылады. Көңілінің қатты қалғаны көрініп тұр. Әбден жылап болған соң, ішін өртеп бара жатқан бар сырын маған жайып салды. Менімен қатарлас қыз екен. Осы қаладағы медицина колледжінің студенті. Жігіті аламы деп алдап, жүктіліктің 6 айында ізім-ғайым жоқ болып кетіпті. Ал бүгін ақшасы 2 ай төлемеген пәтерінен қуылып шыққан екен. Содан барар жері, басар тауы таппай, осында келіп отырған жайы екен. Ол қыз жылап отырып отбасылық жағдайын айтты. Анасы кішкентайында қайтыс болған, әкесі, екінші анасы бауырларымен бірге тұрады. Ауылға да бара алмаймын деп жылағанда тығырыққа мен тірелгендей болдым. Мән-жайды естіген соң далада қалдырып кетуге жүрегім шыдамады. Ағам мен жеңгем бар тапқан дүниелерін дәріге, емге жұмсап, тіпті шетелге қыруар қаржы жұмсап, бір перзентке зар болып жүргенде Құдайдың берген баласын далаға тастап кеткен қатыгез әкесіне қатты налыдым. Не де болса көрейін деп Ақмаралдың сөмкелерін қатты көтеріп, өзін ертіп ағам мен жеңгеме келдім. Есікті ашқан ағам басында түсінбей қалды. Бірақ Ақмаралдың түрін көрді де сәлемдесіп арғы бөлмеге өтіп кетті. Мен үйге кіргізіп, жеңгем шай тамағын дайындап, Ақмаралды жақсы қарсы алды. Әбден қарны ашып, уайымнан шаршаған Ақмарал тамақ ішті де ұйықтап қалды. Ағам мен жеңгемді шақырып, естіген бар әңгімемді айтып бердім. Екеуі де қызға жаны ашып, еш қарсылықсыз үйде тұруына келісім берді. Ақмарал бұл жанашырлыққа қуанып, ағам мен жеңгеме қайта-қайта алғысын айтты. Ақмарал екеуміз сабаққа бірге барып келіп жүрдік. Ақмаралдың босанатын күні жақындаған сайын іші де дөңгеленіп сұлулана түсті. Бәріміз оның жағдайын жасап бәйек болып жүрдік. Ақмарал да рахметін айтудан жалықпайтын. Бұл кезде Ақмаралдың күтіміне кіріскен ағам мен жеңгем ажырасу туралы ұмытып та кеткен еді. Жеңгем болса Ақмаралдың ішін сипап, өзіне жұғысты болсын деп ырымдап жүретін. Уақыт суылдап өте берді. Ақмарал күндіз бізбен көңілі бөлініп, көңілді жүретін, мен түнде ұйқысы таңға дейін көз жас көл болып жылап шығатынын да байқайтынмын. Бейшара қызға таңға дейін ағыл-тегіл жылаушы еді.
көрпемнен дыбысымды шығара алмай қатты қысылатынмын. Ана жігерсіз жігітті тамдаса жек көретінмін. Барлығы біліп, сезіп жатса да қалың ұйқыда жатқандай білдірмейтін едім. Мен оянсам, оған қиын тиетінін сезетінмін. Ақмаралдың жігіті сол кеткеннен мол кетті. Хатта хабар да жоқ. Өмірде сондай санасыз, ойсыз жігіттердің бар екенін қандай жаман. Мәңгілік өмір сүретіндей жап-жас қыздың обалына қалудан қорықпайтын жігіттерге сөзім жоқ. Сөйтіп жүріп Ақмарал айы күні жетіп өмірге шекесі торсықтай ер бала әкелді. Ағам мен жеңгем зыр етіп жүгіріп керек заттарын артығымен әперіп берді. Перзентханадан да өзіміз шығарып алдық. Шаңырағымыздан сәбидің жұпар иісі аңқып, іңгәлаған даусы бізге ерекше сезім сыйлады. Уақыт өте берді. Жеңгем Ақмарал мен сәбиге ерекше қамқорлық көрсетті. Ақмарал да жақсы күтімнің арқасында өз-өзіне тез келіп, бұрынғыдан да құлпыра түсті.